Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін карамельный пирогын істейтін боламын. Ол үшін бізге осындай шұңғыл ыдыс қажет. Оған 100 грамм бірінші қантымызды салып аламыз. 200 грамм ұнымызға 1 қасық қопсытқышымызды салып, осылай араластырып аламыз. Енді бұны ыдысымызға саламыз. Сіздерді жасап көруді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Енді араластырып аламыз. Алдыңғы видеоларында сметаник, восточный пирогтарын істеген болатынмын. Барлығының осы қамыры бір, сондықтан ешқандай қиындығы жоқ. Оңай жасалатын пирогтар сіздерде үйден жасап көріңіздер. Енді 150 грамм майымызды саламыз. Араластырып аламыз. Барлығы араласқаннан кейін бір жұмыртқамызды қосамыз. Қамырымыз осындай болыпты. Осылай барлығы араласты. Енді бір жұмыртқамызды қосамыз. Менің каналымда сметаниктің рецебін және восточный пирогтың рецебін салған болатын. Мынау карамельный. Осы 3 түрінен жасап, қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Барлық рецепті төменге қалдырдым. Жасап көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай барлығын осылай біріктіріп, бұқтырып аламыз. Менің каналыма комментарий жазған кісілердің кейбіреулері жазып жатыр екен, бұқтыру деп айтпайды деп. Бізде енді бұқтыру деп айтады. Сіздерде қалай айтатын, енді өздеріңіз білесіздер. Өздеріңіз көріп тұрғандай, барлығы бір-бірімен бірігіп, осындай әдемі, жұмсақ та емес, қатты да емес, ортаңғы деңгейде қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды біз салафанға сала тұрамыз. Осындай қарауыңыздар. Енді салып 4 минутқа сұйықтығын дайындағанша қоя тұрамыз. Енді біз карамельный пирогымыздың сұйықтығын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 180 грамм қаймақ керек. 20%-лық неғұрлым қаймақтың проценті жоғары болатын болса, соғұрлым дәмді әдемі болады. Сосын бізге бір варенкамызды осылай ыдысымызға салып алдық. Және 3 жұмыртқамызға жет. Ешқандай қиындық тудырмайтын, жеңіл, тез жасалатын пирогтардың бірі. Сіздер де үйден жасап көріңіздер. Енді қаймағымызды ыдысымызға салып аламыз. Үй температурасында да болса болады. Өте салқын болмаған дұрыс негізі. Барлық қаймағымызды салып аламыз. Екінші варенкамызды салып аламыз. Енді 3 жұмыртқамызды саламыз. Енді барлығын салып алдық. Енді қаймағымызды, варенкамызды және 3 жұмыртқамызды бір-бірімен араластырамыз. Енді араластырып аламыз. Жеңіл әрі тез дайындалатын пирогтарымыздың бірі. Енді дәмі дегені керемет болады. Сіздер үйден жасап көріңіздер міндетті түрде.
қонақ келгенде болсын, осы пирогтармен осылай үйде отырып табыстабуға да болады. Енді мен бүгін отбасыма арнап жасап жатырмын. Осылай барлығын араластырып шығамыз. Барлығы бір-бірімен араласу керек. Бізде қамырымыз осындай болып тұр. Енді жан-жағындағы артық қамырлардың барлығын осылай алып шығамыз. Ана қалған бөлігінен біз песочный печенье жасай саламыз. Менің каналыма өтіп, песочный печеньенің жасалу жолымен менің каналыма өтіп, дәл осындай рецептпен песочный печенье қалай жасалатынын көрсеңіздер болады. Сонда қонақ келгенде сіздер осы бір рецептпен песочный печенье дайындайсыздар, және сметане, карамели, восточныйдың қамырын дайындайсыздар. Құр сұйықтықтары ғана өзгешелік тудырады. Сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Оңай тез жасалатын, қонақ келгенде ұялмай алдарына қоятын тәттілермен бөлісетін боламын. Қанды ысып алдық, орналастырдық. Енді осындай вилканың көмегімен орталары әдемі пісу үшін кесіп шығамыз. Енді қазір сұйықтығымызды құямыз. Ыдысқа құярдың алдында бір осылай былғап жібересіздер ақырын ғана. Сосын құя берсеңіздер болады. Міне біздің карамельный пирогымыз дайын болды. Осы рецептпен сіздер де үйден жасап көріңіздер. Енді қазір біз салқындатуға шығарамыз. Суығаннан кейін барып тіліп көрсететін боламын. Міне достар, менің бүгінгі істеген карамельный пирогым дайын. Енді суыды. Енді қазір тіліп көрсетемін. Суығанда бір жақсы жері тілуге ыңғайлы болады. Барлығы әдемі піскен. Сіздер де осындай пирогты жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Мен сіздерде міндетті түрде сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Рецепті төменгі описание бөліміне қалдырамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.